Сәлем баршаңызға. Бүкіл әлемде жоғары диетологтар бағаланған пайдалы қасиеттер өте көп. Оның ішінде В тобындағы және Е витамин мен минералдарға толы кальмарды қалай тазалап пісіру жолын көрсететін боламын. Ең алдымен кальмарды мұздатылған күйінде алсаңыз, толығымен ерігенін күтіңіз. Толыққанды еріп болған соң жақсылап жуып тазалап аламыз. Содан соң жуып тазаланған кальмарымызға қайнап тұрған ыстық суды құямыз, яғни сырты бізге қажет емес қабығын толыққанды жібітіп дайындап аламыз. Көріп тұрғаныңыздай қабықшалары ыстық судан тез жиырылып, тазалауға оңайырақ болады. Содан соң бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минут уақытымыз өткен соң кальмарды алып, қалып қойған пленка тектес қабықшасынан тазартамыз. Мендегі кальмар розовый болғандықтан пленкасы өте жұқа, әрі тез алынады. Ал басқада кальмарларда бар, мысалға ақ кальмарлар, олардың сыртқы қабығы өте қалың болады және тазалауға біраз қиындық тудырады. Сыртқы пленкасын толыққанды тазалап болған соң, ішкі құрылысын алып тастаймыз, яғни қылтанақтарын. Көріп тұрғаныңыздай, қылтанағы өте жұқа болады. Бастан аяғына дейінгі қылтанағын алып тастаймыз. Келесі кезекте кальмарларды турай бастаймыз. Өзіңізге қалаған формада турасаңыз да жарайды. Мен дөңгелетіп турап алатын боламын. Туралған дайын кальмарды пісіріп бастаймыз. Бөлек ыдысымызға су құйып қайнатып аламыз. Содан кейін дәміне қарай тұз қосып аламыз. Қайнаған бойда кальмарларды салып, араластырып, көбігі шықса көбігін алып тастап, 2-3 минут аралықта қатты отта қайнатамыз. Бұл кальмарды сіз салатқа қоссаңыз да болады және басқа да астармен үйлестіріп қойсаңыз да өте дәмді әрі пайдасы мол тағам болады. Осындай минералдарға бай кальмарды сіз де алып дайындап көріңіз. Рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын!